Қайырлы күн, құрметті оқырман қауым және желіні пайдаланушылар. Сіздердің назарларыңызға өзіміздің жерлесіміз қарағандылық суретші, Невада Семей антиядролық қозғалысының белсенді мүшесі, атом жобасының құрметті елшісі Кәріпбек Күйіковтің өмірі мен шығармашылығына арналған «Өмірге құштар суретші» атты менталды картамызды ұсынамыз. Менталды карта дегеніміз не? Менталды карта адам бойындағы шығармашылық және интеллектуалдық потенциалды қолдана отырып, ой қозғауға, мәліметтерді құрылымдау мен өңдеуге мүмкіндік беретін құрал болып табылады. Яғни, диаграмма түріндегі графикалық жазбаны пайдалана отырып, ойды жүйелі түрде құрылымдау әдісі. Оны қарапайым тілмен түсіндірсек, ақпаратпен жұмыс істеудің ерекше тәсілі және ақпаратты өңдеуге болатын құрал. Ол барлық салаға қажет. Өзіңізге қажетті ақпараттар мен қысқаша мәліметтерді ментмапта жинақтауға болады. Негізгі тақырып бірнеше ойды қамтуы мүмкін. Олардың саны қанша болатынын сызықтар мен белгілер арқылы бейнелеу керек. Менталды карта термині ағылшын психологы Тони Бьюзен енгізген болатын, және де ағылшын тілінен тікелей аудармасы ақыл ой картасы деген мағынаны білдіреді. Менталды карталар ортасы, яғни басты тақырып және де одан тараған кілт сөздер мен суреттер бейнеленген тармақтары бар сызба ретінде салынады. Бүгінгі біз сіздердің назарларыңызға ұсынып отырған «Өмірге құштар суретші» атты менталды картамыз белгілі суретші, біздің жерлесіміз, атом жобасының құрметті елшісі, Невада Семей антиядролық қозғалысының белсенді мүшесі Кәріпбек Күйіковтың өмірі мен шығармашылығына арналып отыр. Өздеріңіз білетіндей, Кәріпбек Күйіковтың өмірі мен шығармашылығы туралы ақпарат интернет желісінде де, баспа беттерінде де өте көп. Сол мәліметтердің барлығын жүйелеп, бір жерге жинау мақсатында біз осы менталды картаны құрастырып әзірлеген болатынбыз. Менталды картаның ыңғайлылығы сол, оны әрдайым жаңа ақпаратпен толықтырып отыруға болады. Және барлық ақпаратты бір-ақ беттен іздеп табуға болады. Бұл өте қолайлы дүние. Біздің «Өмірге құштар суретші» атты менталды картамыздың нақты тақырыбын ортада көріп тұрсыздар мінекей. Осы тақырыпты ашып, осы тақырыпты түсіндіріп, толықтыра түсу үшін әртүрлі тармақтары арқылы жеке тақырыпшалар берілген. Мысалы, өмірін өнерге айналдырған суретші шағын тақырыпшасын алатын болсақ, бұл тақырыпшаға жеке сілтеме берілген. Осы сілтемені басу арқылы сіздер интернет желісінде өтіп, нақты өмірін өнерге айналдырған суретші атты мәліметті оқуыңызға болады. Бұл жерде суретші туралы үлкен ақпарат берілген. Мінекей өздеріңіз көріп отырғандай, суретшінің суреттері, ол туралы мәлімет, өмірі туралы, суретін қалай салған туралы Ләйлә Ноғайбектің шағын ақпараты берілген екен. Енді бұдан қайтып, жаңағы менталды картамызға қайта кіреміз. Мына жерде биография, яғни өмірнамасы, осыған егер басатын болсақ, осы бір шағын бейне баяндаманы көруге болады. Бұл біздің кітапхана оқырмандарына арналған Кәріпбек Күйіков туралы шағын ғана теория болатын. Толығымен көруге болады. Яғни осы бейнебаянды көруге болады. Өздеріңіз көріп отырғандай, тармақшалар арқылы шағын тақырыпшалар берілген. Кәріпбек Күйіковтің балалық шағы, оқу оқыған кезі,
ауылға қайтқан уақыты туралы берілген мәліметтер мен жанындағы кішкене шағын тармақшаға басатын болсаңыздар, ол туралы мәліметті оқуға болады. Мінекей, осыған бассаңыздар, мәліметті көресіздер. Шағын мәтін, осы мәтінді оқысаңыздар, ол туралы мәлімет алуға болады. Келесі, оқу туралы берілген мәлімет екен, оны осы жерден көруге болады. Ауылға қайтуы туралы мәлімет, оқуын аяқтап, ауылына қайтқаны туралы шағын ғана мәлімет берілген екен. Енді суретшінің тағдыры дейді. Мынау интернет желісіне берілген сілтеме екен. Осы сілтемені бассаңыздар, Литвинов Владимир Ивановичтің «Судьба художника» атты, яғни суретшінің тағдыры атты шағын мәтінін оқуыңызға болады. Артқа қайтамыздағы, қайрадан біздің менталдық картамызға кіреміз. Енді осы жерде берілгендей қоғамдық қызметі, Невада Семей антиядролық қозғалысы туралы, мысалы, бәрінің жанында кішкене сілтемеден берілген екен. Сол сілтемелерді басу арқылы сол тақырыпқа мәлімет аласыздар. Мысалы, мына жерде Күйіковтың суреттері, антиядролық қозғалысқа қатысуы, Семей полигонының жабылғанына 25 жыл толуына орай жазылған мәлімет екен. Серік Жұмабаевтың, осыны оқуларыңызға болады. Алматы ақшамы газетінің ақпараты берілген екен. Әлем таныған суретші атты тармақшаға кіретін болсақ, ода кішкене мәлімет берілген. Мына жеріне басу арқылы мәліметті оқуға болады. Және қасындағы шағын сілтемеге басатын болсақ, онда біз интернет желісіне өтіп, Орталық Қазақстан газетінде берілген әлем таныған Кәріпбек атты мақаланы оқуымызға болады екен. Егер қызықты болса, осы мақаланы толығымен оқып шығуларыңызға болады. Ешқайда өтудің де, ешқайдан іздеудің де қажет жоқ. Тек қана біздің менталды картамызға кіріп, осы сілтемелер арқылы өтіп, әр тармақшада берілген мәліметтерді оқып, немесе берілген бейнероликтерді тамашалау арқылы сіздер суретші Кәріпбек Күйіковтың өмірі мен шығармашылығы туралы толығымен мәліметтер, ақпарат ала аласыздар. Міне мына жерде, мына тармақшаларда ол туралы оның иллюстратор, кітап мұқабасын әрлеуші ретінде жасаған еңбектері берілген екен. Суретшілігі, оның жазу, Кәріпбек Күйіков кітап жазған, мысалы. Ол кітабы туралы мақаланы алу үшін мына бір бейнебаянды көрулеріңізге болады. Бұл хабар арнасы. «Обнимаю вас сердцем». Так называется книга-альбом известного художника из Караганды Карипбека Куюкова. Ее презентация состоялась на выставке работ мастера. В ней автор рассказывает о своем творчестве, общественной работе и своей жизненной позиции. Напомню, Карипбек Куюков — лауреат международной премии за безъядерное будущее. У него сотни работ, которые посвящены ядерной трагедии Казахстана. Он испытал ее последствия на себе, родившись без рук, но это ему не помешало стать художником. Свои картины Карипбек Куюков пишет, держа кисти и карандаши зубами. Многие его полотна находятся в частных коллекциях за рубежом. Больше нравится рисовать и пейзажи. Мне хотелось бы показать, наверное, те места природы, где еще, наверное, не притрагивался человек изначально. Потому что я думаю, что все, к чему притрагивается человек, это уже полностью меняется. И, как вы знаете, какая тяжелая у нас экология. Я всегда говорю, что экология начинается с порога своего дома. Как ты относишься к чистоте своей квартиры, своего подъезда. Это все зависит от каждого из нас. Яғни мінекей осы бейнебаянды да, бір беттен бейнебаянды да, суретші туралы мәліметтерді де, балалық шағы, суретшінің барған елдері туралы, көрмелері туралы, жазушылығы туралы,
барлық сұхбаттар туралы, мысалы барлық мәліметті осы бір беттен ғана алуға болады екен, иә. Мысалы, мына жерде берілген Кәріпбек Күйіковтың туындысы ақш президентіне табысталды дейді. Бұны көру үшін біз мына YouTube арнасына осы сілтеме арқылы өтеміз. Осы сілтеме арқылы өтіп, біз Қарағандылық суретші Кәріпбек Күйіковтың туындысы ақш президенті Барак Обамаға табысталды. Жерлесіміздің «Жарылыс» атты картинасын Нұрсұлтан Назарбаев Америка президентіне Вашингтонда өткен ядролық қауіпсіздік жөніндегі саммитте сыйлаған. Картинада жарылыстан қорғанбақ болып, бетін қолмен жапқан адам бейнеленген. Сондай-ақ ол қос алақанын көкке көтеріп, адамзатты ядролық қарудан құтқаруды сұрап жалбарынып тұрғандай. Суретші де өз туындысын осылай түсіндіреді. Халықаралық ядроға қарсы қозғалыстың белсендісі Кәріпбек Күйіковтың өзі ядролық сынақтардан зардап шеккен жан. Ол Семей полигонынан 100 шақырым жердегі ауылда дүниеге келген. Қайтуға болады екен, мінекей ядросыз болашақ үшін сыйлығының лауреаты атанған екен. Оны ол туралы мәліметті сілтеме арқылы YouTube арнасына өтіп көруге болады. Мінекей өздеріңіз көріп отырғандай, құрметті оқырман, менталды карта өте ыңғайлы дүние. Біздің кітапханамыз үшін өте құнды дүние деп ойлаймын. Барлық мәліметті бір жерге тоғыстырып, бір жерге жинап, бірақ жерден барлығын көруге болатын өте ыңғайлы мәлімет деп ойлаймын.